Құрметті ханымдар мен мырзалар, осыменен андеркард жекпе-жектері өз мәресіне келіп жетті. Бізді алда кешіміздің ең басты жекпе-жегі күтуде. Ханымдар мен мырзалар, сіздер дайынсыздар ма? Я, құрметті телекөрермендер, олай болса, бүгінгі бокс кештің басты жекпе-жегі басталуға жақын. Өзінің ғұмырлы мансабында бірде-бір жеңілістің ащы дәмін татпаған мерген лақабатымен танымал отандасымыз Дархан Рамазан бүгін өз жерінде ел намысын қорғайтын болады. Бізде бәрі дайын, уайымдама. Сен одан анау мен айтқан шаруаны тындырсаң болды. Дархан. Пап. Дайынсың ба? Қобалжып тұрған жоқсың ба? Қайдағы қобалжығым? Есіңде сақта. Сен чемпионның әйелі боласың. Так что, уайымдама. Айтпақшы, промоутер осы бойдан кейін мені Америкаға алып кетуі мүмкін деді. Прикинь, мен Америкаға бар. Мен? Главное, осы бойды жеңу керек, и все. Сосын бәрі болады. Ақша, атақ, бәрі. Сонда сенің бар ойың ақшамен шетелге кету ме? Жан, тыңдашы. Мерген. Бәрі мені шақырып жатыр. Одан басқа не керек айтшы? Дархан, дайынсың ба? Кеттік. Кешіріңіздер, қыздар, өтіп кетейін. Үшінші раундта олай. Ойланбастан бәр ақшаны тік. Бірақ жартысын маған бересің. Кім олайды дейсің? Ендеше, шаршалаңның көпірішіна қарсаныңыздар. Дархан, лақабатым Мерген Рамазана! Хочу тебя познакомить с моим окружением. Все они дерзкие. Тачки немецкие, деньги не местные. Известные, мы сияем, как бриллианты на перстне. Мы поднимем и поделим тоже вместе. Кап-каранал, Дейтон. Ассалама, Дейтон. Мінекей, Дархан Рамазан пен Перейраның арасында қосылықтың айқасы жалғасуда. Екінші раунд біз Дарханның алғашқы раундтардан бастап бірден жойқын шабуылмен Двигайся, на дистанции поработай, подергай жебені. Біз соққыларының әрі мығым, әрі ауыр екенін жақсы білеміз. Ал бразилиялық болатын болса, қазір қорғанудан басқа амалы жоқ. Оның жасаған тактикалар жүзеге аспай жатыр, немесе дәл қазір Дарханның шабуылын қараңыздар, тамаша шабуыл. Осы жерде Дархан түпкілікті мәселені осы жерде шешіп тастауға болады. Немесе бразилиялық орнынан қайта тұрып, өзінің мінезін көрсетіп, жауап қайтара ала ма, барлығымызда осы сұрақ. Жоқ, бразилиялық боксшының қазір орнынан қайта тұрғанын көріп отырмыз. Демек, ол да өзінің жауаптарын осылай жойқын соққылармен беріп жатыр. Мінекей, құрметті телекөрермендер, 2 раундта аяқталды. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Әзірше жаман емес, біздің жерлесіміз жақсы өнер көрсетіп жатыр. Дархан, на дистанции поработай. Өзінің мансабындағы алғашқы бапкері, бұл өзінің әкесі Жанұзақ ағамыз, талай боксшыны. Что ты рубишься? Не надо рубиться. Проваливай его. Хорошо? Ты пытаешься его поймать на один удар. Не надо. Зачем тебе это? Попроваливай его. Зайди за ногу, ударь апперкота. Ударь справа отсюда. Не надо пижонить. Люди пришли посмотреть шоу. Давай вперед. Міне, бізде 3-ші раундта басталып кетті. Қазір Дархан Рамазан тағы да шабуылға шығып отқанын көріп отырсыздар. Солғымен бағыттаған соққылары өте ауыр екенін сіздер білесіздер деп ойлаймын.
Дархан қазір соққыларды жіберіп жатыр. Бір емес, 4-5 сериал соққылардың қазір барлығында өткізіп алды. Дархан, не болды саған? Дархан, саған жиналу керек. Бұл сенің алаңың, бұл сенің үйің, бұл сенің жекпе-жегің. Дархан, бұлай болмайды. Үшінші раундта қалай? Ойланбай бүкіл ақшаны тік. Бірақ жартысын маған бересің. Дархан, балам, сен маған бойды сатқан жоқпын деп айтшы. Дархан, мен өз көзіммен көрдім ғой. Тиверші. Демек, ақшаға сатылған екенсің ғой. Саған боксты үйреткен күнім құрсын. Айжан, жүр кеттік. Менің жан досыма мынандай намыссыз күйеу бола лайық емес. Жүр. Аға, Дарханды қалай тастап кетеміз? Өлмейді. Айжан. Әке. Бұлай қатты әсер етеді деп ойламаппын. Сен маған ренжіме, Дархан. Саған алдын ала айтқанмен, сен бәрібір келіспейтін едің. Но зато енді сенде ақша, квартира, бәрі болады. Сенде қалаған осы емес пе, Дархан? Мал, суға сен не қостың, а? Не қостың? Жарайды. Алдымен ашуын тарқасын. Кейін рахмет айтарсың. Тоқта. Айжан. Әке. Кім бар? Көмектесіңдер. Тағы да құлайым, мен биттің үстіне тағы да бұрайым. Нотаға түстіме тағы да ойнайым. Биттің лағы үстінен тағы да сұрайым. Көшпенді көшмелі жылайдым. Баласы емеспін, бірақ менің балаларым байдың баласы болады. Бұйыртса хайс, алады бәріңнің плейлистеріңді тонап. Қолымда май, үстіден ай, құлақта биттер кетті тайып. Таратам жылдамдықпен вайп. Сен емек лайм. Айсың, неге дұрыс тұрмайсың? Қашпай бері кел. Жақында салқылайсың, сосын жылайсың. Көп сөйлемеші. Келі. Так, стоп, жігіттер. Бергеңдер. Екеуіңе не үйреттім? Не істеп жүрсіңдер? Екеуіңнің баста шүккаларың, қайда ұратындарыңды көзбен көрсетіп қойып жасыңдар. Алдасыңдаршы. Басты көздегенде корпус құрасың. Корпусты көздегенде бас құрасыңдар. Түсіндіңдер ме? Жалғастыңдар. Бас. Жақсы ма? Жігіттер, бүгіндікке жаттығу аяқталды. Ертең кешікпеңдер. Жарайды. Жәке, бәрі біз ойлағандай болып шықты. Иә? Мынау сенің берген документтерің, мынау менің тапқан документтерім. Енді біз тергеуді официально жүргізе аламыз. Бұдан былай мен саған досың ретінде ғана емес, полиция ретінде көмектесе аламын. Рахмет, досым. Уақыт жоғалтпай, ертеңнен бастайық. Яке, мына шитокты жөндету керек еді. Қаз. Тағы өші қалды ма? Қаз қосам. Болмады құры.
Әй, суда жүрді ұмытпаңдар. Қайрат! Қайрат! Ағай, не болды? Ағай! Ағай, не болды? Окей. Yeah. Керек бе? Тұрғанчик, менің ішім пысып кетті. Шыға тұр. Күшік. Не бүлдіріп жүрсің, а? Инвесторың өзіңнен көрсін. Тіліне ие болу керек еді. Осы сенің ит мінезіңнің кесірінен $200,000 айырылдым. Енді сол ақшаны сен орнына қоясың. Екі ай уақыт. Бе, анаң ренжіп жүрмесін. Алло. Балам, әкеңнен айырылып қалдың. Мамнан қайда қойын? Қоймаға бар. Мен кеттім. Салонға баруым керек. Осы қызды түсінбеймін. Өзіміздің кафеміз бар, жоқ бұл айдалада шаштар аз болып жүр. Тумам, қойыңызшы, мен өмір бақи кафеде ұтышып жүргім келмейді. Санжар болар ғой, көмектессін. Айтпақшы Санжарға. Күндіз-түні бокс пен рэп ойлаған. Алло? Иә? Қалай сонда? Естерің дұрыс бол, кәмелетке толмаған бала емес пе? Жарайды, қазір барам. Не болды? Санжар полиция ұстауға кетті. Полиция? Мама қырыш. Томирис, полициясы несі? Жей ғой. Нұрбан апа, Не болды? сіздің немереңізді полиция ұстап алып кетті дейді. Қайдағы полиция? Ол таңертеңнен тренировкаға кеткен сияқты еді. Соны білмедім. Больницада естіп қалдым жаңа. Сен, мына, сиырға қарай тұр. Мен сол жаққа барайын. Ой! Апа, байқасаңызшы. Қане, не болды? Мына аяғым. Қазір қозғалмаңыз. Апа, қалайсыз, бәрі дұрыс па? Аяғым қайырып алған сияқты больницаға алып бару керек. Тұрыңыз, мен апарайын. Жүріңіз. Больницаға... Абайлаңыз. Ойбай, қалай больницаға? Назира, онда сен Айжанмен хабарлас. Мен үшін полицияға сол барсын. Иә, уайымдамаңызшы, апа. Хабарласасыз. Қайдан көрдің мына жігітті? Апам қалай Айжан? Әлі сол күй комада. Кім қастандық жасады екен? Полиция іздеп жатыр. Сен уайымдамай мектепке бар, жарай ма? Бүгін мен келмейді деп айта сал, жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Әлбексің, өске тұсың.
Сәлем Айжан. Сәлем. Иманды болсын. Апа, жүріңіз. Келіңіз. Әлбек көмектесші. Нұрбану апа, тағы құлап қалғансыз ба? Ой, айтпа деймін. Не, Жағыпар не болды? Білдің ба? Уайымдамаңыз. Бірінші сізді дәрігерге көрсетеміз, сосын мен өзім Жағыпарға барам, жүрейін ба? Ала. Я, кеп қалдым. Жан, бүгін біздің годовщина ғой. Ұмытып кетпедің бе? Да. Сен біраз қайт. Ресторанды бұрындап қойсын. Сол жақта атап өтеміз. Мен саған бір нәрсе айтайын дегем. В смысле? Аяғын ауыр ма не? Жоқ. Германияда жақсы бір клиника бар деп естідім. Соған екеуміз барып қаралсақ қайтеді? Ішпеймін. Енді Германияға қарағанда проще вариант бар. Түсінбедім. Кейін түсінесің. Шеф, саламатсыз ба? Больницадан хабарласын. Участковый тұр екен. Бірақ әлі комада жатыр дейді. Онда қал жағдайын біліп қайтайық. Құрметті ағайын, фәни дүниеден бақи дүниеге соңғы сапарына жаназа намаз оқымаққа сапқа тұрыңыздар, келіңіздер. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиғун. Бәріміз Алладан келдік, Аллаға қайтушымыз. Сондықтан тумақ жерде өлмек бар. Жамзақ ағаның өлімін сілтіктер тексеріп жатыр екен ғой. Соған қарағанда бірдеңе дұрыс емес сияқты ғой. Марқұм қандай адам еді? Жақсы. Қандай адам еді? Жақсы. Қандай адам еді? Жақсы. Марқұмның қарызы бар ма? Жоқ. Қарызы бар ма? Жоқ. Қарызы бар ма? Жоқ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Үндемей құтылып кетем деп ойлайсыңдар ма? Соңғы рет сұрайым. Қайда пышақ? Ага, говорю же, мы не при делах. Біз өлтірсек енді скоро шақырмайтын шығармыз? Немене құлақтан тиіп отырсыңдар ей? Сіз не істеп жатырсыз? Кәмелетке толмаған балаларды тергеуге кім рұқсат берді? Кәмелетке толмаған балаларың адам өлтіруге қатысы бар деген күдік келініп отыр. Не? Қылмысты дәл осы балалар жасағаннан дәлеліңіз бар ма? Дәлел табылады. Вот сол дәлеліңіз табылған кезде сөйлесеміз. Ал қазір мен балаларды алып кетемін. Тұрыңдар. Қайрат, мен сенен көптен бері бір нәрсе жасырып жүреді. Айтқазы қызымызға құда түскісі келеді. Ол
ақылды, қамқор адам. Қызымызды бақытты ететін сияқты. Бірақ егер Айжан Айтқазының екінші әйелі болатын болса, қорқам. Бибігүл ханым, анасы бар. Ағам тез сауығып кетсін. Мұны сізге көмек ретінде алыңыз. Айтқазы мырза, рахмет. Кейін бәрін қайтарамыз. Тым уайымдамаңыз. Бәрі жақсы, керек емес. Дәрігермен сөйлестім, жақсылап қарайтын болады. Айтпақшы, алдындағы мәселе жайлы. Туыстығымыз ертерек жарасса, бәрімізге жақсы болатын еді. Жоқ, бүгін ертең емес. Бибігүл тәте, саламатсыз ба? Анда Нұрбану апаны алып кет, тағы да лақ қалыпты. Ол кісіге ендігі операция жасатқаны жақсы болар еді. Бірақ ақшалар жоқ. Проблема емес. Немересі маған келсін. Көмектесеміз. Жақсы. Алтын адам ғой. Әйелін бағы бар екен. Ана гүлді суға сал. Сосын кейін көп сөйлей бермей, жұмысыңды істе. Туған күнімен жаным. Папа, өртіңіз атты. Пап, өртіңіз атты. Үй немерем, туған күніңмен. Пападан басқамыздың бәріміз мүшел жасты екеміз. Бәріне мен жанды, өнім асым қарлы. Сәл отбасымның қамы, қайта, айта. Зарина, жарайсың. Осы 90-дағы алғашқы бесін құтты болсын. Біреу көмектесті ме саған? Аздап. Жақсы, бара. Сен бара берген, қазір барамын. Сау болыңыз. Сау бол. Әлібек, көмектескеніне рахмет. Алғашқа. Саған рахметімді қалай айтсам болады? Рахмет болған. Салам алейкум, Алиба. Қайсың? Жүрсәлі сөйді. Тимур, жіберші. Сен еркектердің сіне араласпа. Әлбек. Сен бара бер. Бара бар. Бар. Бара бар. Сен мен қарындасымен неге подкат өтеп жүрсің? Мен жай үй тапсырмасына көмектестім. Қандай тапсырмас? А? Сүлейменов, келмей үй тапсырмасын орындамапсың ғой сен. Осы 90-да 2-ге шығасың. Мен міне апай, как раз Әлібек екеуміз сол тема туралы сөйлесіп тұрғанбыз. Сұрап атқам ғой апай. Бар, тезірек орында онда. Все? Кейін сөйлесеміз. Бәрі дұрыс па, Әлібек? Дұрыс бәрі. Өйтіп мені қорғаштай берудің қажеті жоқ. Ещігі, енді қарындасым жанынан көрсең өлтірем. Түсінің бе? А? Осы қайсияң үшін 10 мың туасың. Таппасың, көтіңді айырам. Тимур, қашты. Айжан апай келе жатыр. Көреміз әлі. Кім-кімнің көтін әрі. Апана спортзалды не істейтін болыңыздар? Оны Дархан шешеді. Мам, не айтасыз? Спортзалды әкең сенің атыңа жазып кеткен. Менің атыма?
Иә. Жақсы, онда мен жүрейін. Расымен де қазір спорт зал жайлы айтып отыратын уақыт емес. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Тренердің өлгенін әлі сен алар емеспін. Тренировкаға келмей, қайда жүрсіңдер деп звондайтын сияқты кез. Ағайды кім өлтіруі мүмкін? Білмеймін. Негізі ағайға емес, участковыйға келген сияқты. Иә. Участковый болған соң жаулар көп қойым. Брат, енді тренировка қайда жасаймыз? Білмеймін. Қалада дұрыс, залда жоқ. Бокс деп сабақты да тастадық. Платный оқуға мен жағдайым жетпейді. Уайымдамаш, брат. Түсесің грантына. Мен рэпер болам. Сосын ақша табам. Оқуынды өзім төлеп береме. Сосын бар ғой. Сахнаға шығам. Бүйтіп сахнаға шығып алып бар ғой. Көшеде өстім, заң бізге жат болды, адалдықпен келдім. Таңдадым осы жолды, қиналдым көп, бірақ сүрінбедім. Шындықпен осы әнімді әрледім. Салам алейкум, Қарағанды! Деп айтам. Алло. Не? Қазір барам. Не олда қайда кеттің? Апа тағы больницаға түсіп қапты. Тағы құлап қалған сияқты. Ертең тренировкаға келесің ба? Менде залдың кілті бар. Әлібек, не болған саған? Не мынау? Ештеңе, кедейім тағы екен. Құлап қалдым. Не өтірік айтасың? Тағы өткендегі балалар ма? Құлап қалдым дедім ғой саған. Әлібек, енді тағы бір рет осылай тайып қалсаң, полицияға барамыз. Сосын мектепте бәрімен терпелі деп мазақтасын ба? Сен араласпа, өзім шешем. Қалай? Таяқ жеп па? Айжан, мамаға айтпа, түсінің ба? Айтпасам да көрініп тұр. Қаттырақ сұш. Уайымдамаңыз, әже. Бәрі жақсы болады. Өткенде анау шөп дәрі көмектескен. Бұл жолы енді укол салуға тура келді. Жақпар. Әжеңе операция керек. Операция қанша тұрады? Примерно 1 миллион. Одан көп болмаса. Қанша? Айтпақшы, Айтқазы Шәріпұлы көмектесем деген, соған барып көрсеңші. Оған барушы болма. Егер барғаныңды естісем, менен таяқ жейсің. Жарайды, апа. Онда ақша іздеңдер. Уколдардың күші ұзаққа жетпейді. Кейін тіпті буындары қақсап жүре алмай қалуы мүмкін. Ойлан. Сау болыңыз, апа. Жасы қызым, сау бол, рахмет. Қалайсың, Дархан?
Жақсы. Жүр. Өзің қалайсың? Не жаңалық? Жақсы, аман сен. Осында, Айтқазының жанында, уақытша. Біздің жігіттерден қалада сен ғана ма? Я, барлығы жан-жаққа кетіп қалды. Білесің ба? Решахтинста істейтін тірлік аз. Прихин дейді. Айтпақшы, ана Арман есінде ма? Қайсы, қылый ма? Сол жақында отырып кетті 10 жылға. Өш. Развой адам өлген дейді. Қарап тұрсаң болмайтын ақша үшін. Жөнеше? Жандос па? Ой, Жандос қазір көтеріліп кеткен. Министрлікке жұмысқа кіріп алды. Мирас, еще қонақ далада күтейін деп пен не? Кірсеңдерші? Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Дархан, да? Айтқазы. Дұрыс таныспадық қой. Жүр, кір, дастархан дайын. Жүр. Подвал қай жерде? Ama hasılım Benjamin ve asılım Жазыл қағаздарың түнім менің шашылды Ama hasılım Алматым мен басып барам Қалам менің бұланат Орада тартып жасылды Ama hasılım Benjamin ve asılım Жазыл қағаздарың түнім менің шашылды Ama hasılım Алматым мен басып барам Қалам менің бұланат Орада тартып жасылды Жанымда родной Чотам паразам родной Дал ушел по газам Қалада балла жолдары таза Менің қолымнан астыңа база Ama hasılım Братишка, кімсің сен? Не істеп жүрсің? Сіздер бой ұйымдастырасыздар ма? Жоқ, би билейміз. Тренировкада осы жерде өте ма? И чё? Если чё, жаттығудан кейін залды жинап, пол жуалам. Просто ақша керек еді. Көп сұрамайын. Сыртында уборщик керек деп жазылып тұрма не? Чего? Мозги не делай. Ушел. Так, кешіріңіз аға. О, Марлен аға. Сәлем. Бүгін қалай, мнение бар ма? Бүгін точно отам. Сезіп тұрмын, міне. Барма, күш, за мой счет. Кейін ұтқасын берім. Давай. Иә, Прихин үшін жақсы ресторан екен. Бірақ неге адам жоқ? Біздің қалада адамдар ресторанға тойға келеді или асқа келеді. Дархан, әкең жақсы кісі еді. Қаламыздың сыйлы азамат еді. Шәкірттерінде өз баласындай көреді. Жылы сөздеріңізге рахмет әрине. Бірақ мұнда не үшін шақырдыңыз? Әкеңнің ісі аяқсыз қалғанын қаламаймын. Сендердің спортзалдан нормальный сумма төлеуге дайынмын. Ал бұдан сізге не пайда? Әлде қайырымдылық па? Солай десе де болады. Біздің қалада білесің ғой, жастар айналысатын іс жоқ. Олардың іші пысса, шет или шегет. Наркоман әлде бандит болады. Басқа вариант жоқ. Ал әкем мен неге келісе алмадыңыздар? Вроде балалар үшін болса тегін ақ беретін еді ол кісі. Жер айтып бармасын. Әкең ескінің кісі еді ол. Бір-біріміз түсінбедік. Ал сен қазіргі замандықсың. Дархан, давай болашақ төрлейік. Ұсыныс өте жақсы, рахмет. Бірақ қазір мен үйдің шаруасын реттеп алайын. Сосын тағы сөйлесерміз, жарай ма?
жақсы ендеше. Жақсы. Танысқан болған үшін. Дархан. Тоқташы. Сен негізі түсінбей тұрсың. Залдың қазір репутациясы нашар. Нені айтып тұрсың? Енді ол жерде әкеңмен болған оқиға бар. Қасында болған оқушыларын полицияға алып кетті. Қасында кім болған? Санжар мен Тайсын. Екеуі де әкеңнің шәкірттері. Кстати, олар Айжан мектебінде қойды. Ойлан. Жақсы. Рахмет, брат. Жақсы. Мынауын әкесінен өткен қырсық қой. Ниеттер таза, қолым десе де ласқа. Кейде өмір бізді қадай жамбасқа. Кейде көтерет, бірақ сен аддаспа. Өмір алма кезек, сондықтан мен Құдайға шүкір дейм. Оян сау, браттар, мама несен біз емес осал. Кейде төрне, анам отырса, әлі биіктерден көрінеміз бұйырса. Мен шүкір дейм. Оян сау, браттар, мама несен біз емес осал. Кейде төрне, анам отырса, әлі биіктерден Нұрғали түніме миым жеп түсті. Өзінше апашқа қалай? Операция жасау керек дейді. Қиын болыпты. Сен не істеп жүрсің бұл жерде? Бұл жерге кіруге болмайды. Сендер кірушісіңдер ғой, мен үйде ішім пісіп кетті. Қайт үйге, мама звондайын, бір апта бойы телефон ойнамайтын боласың. Онда сенің орнына екінші рет кафеде қалмайым. Братишка, бергіш берін. Чо там? Кімсіңдер? Залға көруге кім рұқсат берді? Ешкім, бұл біздің зал. Бұл менің залым. Так что, давай, қайтыңдар. Қызым, бүгін мен суткадамын. Ал сен Айтқазыға барып көрсеткен көмек үшін рахметің дейді. Мам, уақытым жоқ, папаның жанына барым керек. Айжан, әкеңнің жеке палатаға шығуына көмектескен сол Айтқазы. Бармасаң ұят болады. Жарайды. Мам, Ал, папаның жанына мен барайыншы. екеуің кезектесіп барыңдар. Сосын кейін сен көшеде көрінгенмен соқтығыспай тыныш жүр. Әкең олай-олай болып кетсе, үйіміздің жалғыз тірегі өзіңсің. Мам, қойыңшы қайдағын айтпай. Папа әлі жазылып кетеді, көресіз. Ал жарайды, мен кеттім. Сіз тренердің ұлы Дархансыз ба? Тайсын, қайттық. Давай. Тайсын. Ал сен Санжар солай ма? Әкем қайтқанда жанында сендер болдыңдар ба? Біз полицияға бәрін айтып бердік, братан. Біз кінәлі емеспіз. Ешкім сендерді кінәлап тұрған жоқ. Просто не болғанын айтып беріңдер. Ешкімді көрген жоқпыз, братан. Раздевалкада болған кезде бір айқай естідік. Келсек, тренер жерде жатыр. Ал ана жерде... Мынау не ған? Так, ешқайда кетіп қалмаңдар. Мал, не істеп тұрсың? Сенікі ма? Жақсы машина екен? Менікі. Чо там? Қыдыртып қайтайын ба? Сен местный емес сияқтысың ғой, Мал деп допускать еткен үшін жауап бересің ба? Малға риза болды. Бара беш бау. Тыңда, сен мені танымайтын сияқтысың ғой. Подвальный туралы естуің бар ма? Мен солармен двигаться етем. Тыңда мені. Подвалмен двигаться етесің ба? Погребпен двигаться етесің ба? Маған пофиг. Жібер, аты өзіңе қиын болады. Мешок. Бар, кімді шақырсаң, оны шақыр. Тарт анауың.
Тема. Аманды қалай айырғанын көрдің ба? Біздің тренердің ұлы осы ма екен? Жоқ, Генаның ұлы. По-братски тупить етпеші, Тайсон. Енді залға бізді точно кіргізбейді. Құр жүре бермей ақша табатын жер іздеу керек. О, уайымдамашы. Қалада ақша табатын жер көп қой. Қайда? Базарда ма? Ол жерде операцияға ақша жинай алмаймын мен. Подвалға да жұмыс қалмай қой. Қуасың ба, қайдағы подвал, ты че? Ол жерде бокс емес, жабайы төбелес қой. Угораешь, что ли? Вообще жоламау жерге. Сен жүр. Маған қарызға ақша бере аласың ба? Білмеймін даже. А че, қанша керек? Қанша бере аласың? Әжеме дәрі алу керек. Кафеге продукты ал деп берген ақша бар негізі. Жоқ, онда керек емес. Кас, сейфімнен алып шығайын. Родной, саған керек қой, ала бер. Ал, мә. Жайт, давай онда. Базарда көрсеміз о. Байқап жүре. Шүгіл, сен тағы да келдің ба не? Сен ұнаттыры сөзі қойды екенсің, е? Осында тренировка жасағым келеді. Жанзо ағайға боксқа қатысқым. Жүрегінен сен тренерің бол. Пошел нахер отсюда. Давай былай келсейік. Егер мен мыналарды ұтсам, залды жинауға жұмысқа аласыңдар. Долбан, сен маған условия қоясың ба не еще? Тима, давай шоу жасайық. Таяқ жемде тұрған баланы қалай ұрмыз? Еще сол үшін ақша төлейтін болса. Шық клетка. Тайсон жұмысын бітіріп кетті ма? Бүгін шықпады досың. Қайда жүр ол? Ё-моё. Блин, Тайсон осыдан бар ғой, а? Абонент байланыс аясынан тыс жерде немесе. Блин. Маған кафеге апара саласыз ба өзіңіз? Томирис өзі күтіп алады. Санжик, мен сан көрермін ба? Айжан. Кел отыр. Өйтіп қысылма, екеуміз бөтен адам емеспіз, отыр. Мен асығыспын. Әкеме көрсеткен көмегіңіз үшін рахмет айтуға келдім. Дым емес. Бірақ зон оқым. Сен үшін бәріне дайым. Білесің ғой. Айтқаш Шәріпұлы. Өткенде ғана сізге бәрін түсіндірдім ғой. Қайта қозғамай қойықшы бұл әңгімені. Сен жауап беруге асық ба? Ойлаш, бүкіл қарыздарынан құтыласың. Қалада жаңа үйің болады. Қаласан, братишканы шетелде оқытым. Жоқ, рахмет. Осы көмегіңізді жетеді. Маған бар ғой негізі. Сенің осы мінезің ұнайды. Мен сізді сыйлаймын. Бірақ өз орныңызды білгеніңіз дұрыс. Кешіріңіз. Nigga, 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 nigga. All my men
отказы береміз. Biz olay kelіскен жоқпыз ғой. Не істеп жүрсің, Шиго? Санжар, тоқта деймін саған. Че там, не болды? Тайсын срочно құтқару керек. Подвалда оған екке бір жабылып жатыр. Подвал қайда? Білесің бе? Давай, тез бол, жүгір. Позвоните 911 Eagles. Ваш адрес лиет вас раз. Заливаем ваш разливаем через вас. Че там, брат? Ставка қоясың ба? Мына екеуін құлатам деп өзіме тігем. О, давай. Не болды? Таяжып қалдың ба? Мишок, тұр. Мына отморозок кім? Танисың ба? Шалдың баласы ғой, залдың иесі. Дархан деген осы ма? Просто я в своем деле монстр. Кетпес бұрын бәріне көз жеткізу керек. Әкемнің осында шәкірттері бар екен. Мен соларды дайындайын. Шыдамайым дейтіндер болса, есік әні. Әкемнің өлім жайында дұрыстап айтып беріңізші. Базарда рейд болып жатқан, участковый время ұрысыратқанын көрдім ағай. Көшеде біреу айырып кетеді деп қорықпайсың ба? Жақсы боксер болу бір басқа, жақсы тренер болу бір басқа. Бокс ол төбелес емес. Бокс өзіңді қорғау, өзіңді қолда ұстауды үйрететін мектеп. Сірә, әкем Санжар мен Тайсонға оны үйретпеген болу керек. Жарайды, әлде ештеңе кешеміз. Келесі серияны көру үшін Unico Play онлайн кинотеатрына өт. Сілтеме астында. Анам отырса, әлі биіктерден көрінеміз бұйырса, мен шүкірдейм. Қолаяғым сау, браттарым аман есен, біз емес осал. Unico Play.